Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін мен сіздермен тез дайындалатын және өте жеңіл салат түрімен бөліспекшімін. Бұл жердегі ингредиенттердің барлық үйде табылатын ингредиенттер, және де үйлеріңізге жылдам қонақ келіп қалған кезде жылдам дайындай салғанға өте оңай салат. Пісіп жатқан етіңізден кішкене алып, барлығын соломка етіп турап, жақсылап осылай барлығын радуга салатына ұқсайды. Осылай қойып шығасыздар. Ортасына майонезіңізді өзіңіздің қалағаныңызша, немесе майонез емес, кез келген өзіңізге ұнайтын соусты, немесе кез келген майды құйсаңыздар болады. Бүгін кешкіге ауызашарға мен осы салатты дайындадым. Сорпаның қасына немесе бір жеңіл тағамның қасына ұсынсаңыздар өте жақсы үйлесім табады. Бірденен мен араластырып жатырмын. Жақсылап барлығын араластырамыз. Майонезді көп құйып қажеті жоқ деп ойлаймын. Онсыз да өзі бір әдемі болады. Түрі де аппетитный болып шығады. Осылай дастарханға ұсыныңыздар. Үйдегілерге күнделікті тағамға қосып жегенге өте әдемі. Менің каналымда, менің рецепттерімді жоғалтып алмаңыздар. Сондықтан да подписация батырмасын басып, және де жанындағы колокольчикті де басып қойыңыз. Және де қазақша контентті қолдау мақсатында лайк басып өзіңіздің пікіріңізді білдіре отырыңыз. Ас болсын, сау болыңыздар.